Сәлем оқушылар, бүгін ағылшын сабағынан 108-109 беттегі тапсырмаларды түсіндіретін боламын. Келесі шығатын сабақтардан қалмаш үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз My Dream Holiday. Менің арманымдағы демалыс. Exercise number 20. Complete, then listen and check. Толықтыр, сосын тексер және тыңда дейді. Бұл жерде суреттер берілген, сол суреттердің қасына ағылшынша атауын жазамыз. Mark from Edinburgh. I would like to go on holiday under the sea. I want to stay in underwater glass hotels with very big windows because I want to watch fish, sharks and whales. Марк Эдинбургтан. Мен демалысты теңіздің астында өткізгім келеді. Мен өте үлкен терезелері бар қонақ үйге тоқтағым келеді. Себебі мен балықтарды, акулаларды, киттерді көргім келеді. Екінші суретке қараймыз. Ellie from London. My dream holiday is to go to space. I would like to choose which planet I want to visit and meet aliens too. I can wear my space suit on my holidays. Менің арманымдағы демалыс ол ғарышқа бару. Мен қайсы планетаға барғым келетінін білмеймін. Және де өзге ғаламшарлықтарды көргім келеді. Мен өзім демалысымда ғарышкерлер киімін кие аламын деді. Exercise number 21. Read and circle. Оқы және белгіле, яғни бұл жерде екі артикл берілген сөйлемдерде соның дұрыстығын жазамыз. Hello everyone, I am Zorbi and I am from Mars. Яғни бұл жерде артикл қоймаймыз. Would you like to come to my planet on holiday? It is very different to planet Earth. It hasn't got any oceans, so you can't go swimming. Төртіншісіне but дегенді қоямыз. But there are other things you can do. You can stay in a flying hotel in a spaceship. You can take a space car and visit. Бұл жерде қоймаймыз. Olympus Mons, the tallest mountain on Mars. Maybe you can even make an alien friend before you live too. Exercise number 22. Let's think. Кел шырқайық дейді. Яғни өлеңді оқимыз. Oh, what a great world this will be when we can go on holidays under the sea. We'll spend the night in glass hotels and sleep in beds like big seashells. In the summer of 2079, what will we do at holiday time? Where will we go? What will we see? Who knows how the future will be? The world will be a brilliant place when we can holiday in outer space. We'll have a barbecue on Mars and fly around in cool space cars. Exercise number 23. Read the song again and choose the best title. Яғни жоғарыдағы 22-ші жаттығудағы өлеңді қайтадан оқып, яғни осы жерде берілген 3 атауды қоямыз біреуін. Біріншісі Holidays are fun. Future holidays. Summer holidays. Көңілді демалыс. Екіншісі болашақ демалыс. Үшіншісі жазғы демалыс. Яғни екіншісі болашақ демалысты қойсақ болады. Келесі жаттығуға қараймыз. Exercise number 24. Read and write the aliens' names. Оқы және өзге ғаламшарлықтардың атын жаз дейді. Яғни мәтінді оқып аударамыз, содан кейін өзге ғаламшарлықтардың аттарын өздеріне сай қылып қоямыз. The alien friends are going to the beach.
Bango's excited because he likes swimming underwater. But Dalo isn't very happy because he gets very hot. Өзге ғаламшарлықтар достарымен жағажайға бара жатыр. Банго қуанды, себебі су астында жүзгенді ұнататын. Бірақ Дало өте қатты қуанған жоқ. Себебі ол өте қатты ыстықтап тұр еді дейді. Яғни бірінші сурет Дало, екінші сурет Банго. Yanta's got her swim suit and some sunscreen. Flugel is wearing sunglasses and she's ready to take lots of photos from their trip to the beach. Юнта деген өзге ғаламшарлық жүзу киімі мен күннен қорғайтын кремі бар. Флугел көзілдірік киіп алған және ол көптеген суреттері түсіруге дайын. Яғни ол үшінші сурет Флугел, төртіншісі Юнта. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.